Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті ағайын. Жыл сайын осы сахнада әр сала бойынша өздері маңдай терлерін төгіп, осы бана жүргізуші айтқандай, біздің әкімдікпен бірлесе отырып, ауданның дамуына зор үлес қосқан азаматтарды біз марапаттап жүрміз. Бүгін міне тағы да сол кеште бас қосуға Алла Тағала бәрімізге нәсіп етті. Енді ең бастысы, ең алдымен мен сіздерді келе жатырған жаңа жылдарыңызбен баршаңызды құттықтағым келеді. Осы келер жылымыз бізге жақсы жаңа жаңалықтар, табыс алып келсін. Әрқашанда әрқайсыңыздың шаңырақтарыңызда тек қана береке, тыныштық болсын. Біздер өздеріңіз білгендей осы жылды жаман емес, жақсы деп те айтуға болады, аяқтап жатырмыз. Оның осы жылдың басында әртүрлі қиындықтар болған сәтте біз өздеріміз барлығымыз жұмыла көтерген жүк жеңгендей ат салысып ауданымызды аман есен алып қалдық. Енді жалпы айтамыз, су келсе ырыс деп. Бірақ дегенменен қауіп төндіргенінде оны біз баршамыз білеміз. Оны жалғыз әкімдік, не болмаса жалғыз жүрген адам өзінен өзі тектен-тек алып қалмайды, сондықтан оның барлығы ауызбіршілікпен. Біздің өзіміздің ауданымызда өздеріңіз білесіздер, сол сәтте бір техникаларда болған жоқ дұрыс. Міне қазір облыс әкімінің қолдауымен келесі жылға дайындық, алдағы уақытта осындай қиындық сәттерден аман есен өту үшін облыс әкімінің қолдауымен жақында 18 техникалық жаңа техника, оның барлығы ауданның дамуына зор үлес қосады деген сенімдеміз. Одан басқа, енді қысқаша айта кететін болсақ, осы жылы неге мен айтып отырмын, сәтті аяқталып жатыр деп, себебі бізде үлкен жобалар жүзеге асырылуда. Оның бірі әрқайсымыздың, соның ішінде тайсоғандықтардың арманы болып кеткен, мына біздің қазір 50 километр асфальт жолы. Бұған дейін де айтылып жатқан мәселелер, осы мәселені мен Тайсоғандағы ағайындармен кездесіп, сол жерде үлкен кісілермен кездескен сәтте осыны аманаттаған болатын. Мен өзім облыс әкіміне кіріп, осыны аманатын жеткізген сәтте облыс әкімі өзі қолдап, бір жылдың ішінде өздеріңіз көргендей сол жұмыс қазіргі уақытта басталып кетті. Одан басқа, осы жерде аудан тұрғындарымен кездескенде, одан кейін әр округқа барғанда ең үлкен мәселелердің бірі деп біздің құрылыс материалдарда, біздің азық-түлікте Ақтөбе жақтан келеді, сондықтан мүмкіндік болатын болса, Ақтөбе мен жолды арасындағы шұбаршы миялы жолды біз бастасақ, біздің ауданның дамуына зор үлес қосады деген болатын. Оны да облыс әкімі өзі қолдап, міне қазір көргендей ол жұмыста осы жылы қазіргі таңда басталып кетті. Келер жылы аяқталатын болады, халық игілігіне тапсырылатын болады. Айтарлықтай, бұлай айтқанда мақтанышпен айтылатын нәрселердің барлығымыз үшін біздің осы 26 елді мекен болатын болса, бұның 9-ында су құбыры жоқ, өздеріңіз білесіздер. Ол жұмыста осы жылы басталып кетті, оның 7 ауылға жұмыс аяқталды, 2 осы келер жылдың басында аяқталса, сонда біздің аудан ауыз сумен 100% қамтылады. Ол да үлкен жетістіктің бірі деп есептеймін. Газ мәселесіне келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, 26 елді мекеннің 6 ауылында бізде газ болған жоқ. Ал соның 6 ауылға да жүргізуде осы жылы басталып кетті. Келесі жылы қалған 2 ауыл аяқталады, сонда газ мәселесі бізде 100% шешілген болады. Осының барлығы мен ойлаймын, құрметті ағайындар, бірлескен жұмыстың нәтижесі. Міне бүгін жиналып отқан себебіміз де сол. Осы жұмыстарға бірге ат салысқан азаматтарды марапаттау, оларға құрмет көрсету. Әрине, бұл азаматтар көп. Оның барлығын бір күнде бір марапат беру мүмкін емес екенін білесіз. Әр тұрғынның өшіде қосқан үлесі зор. Бірақ дегенменен осы арнайы комиссия қоғам өкілдерімен бірге анықтап, міне бүгін сол азаматтарды марапаттайын деп отыр. Келер жылымыз құтты болсын,
Әрқашанда ауданымыз дами берсін. Сахна төріне аудандық мәслихат төрағасы Бейсқали Толқын Ермекқызын шақырамыз. Ауданымыздың әлеуметтік, экономикалық дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Қызылқоғаның ауданның құрметті азаматы атағымен марапатталатындар сахна төріне шақырылады. Мұхамбетов Жолбасар Мұхамбетұлы, Ұялы ауылдық округі ардагерлер кеңесінің төрағасы. Бәрекелді ағамызға деген қошеметтеріңіз болсын. Шәріпов жылқышы Шәріпұлы, ауыл шаруашылығы саласының ардагері. Сахна төріне Рахмет Нұрмұханұлы шақырылады. Қазақстан Республикасының оқу ісінің үздігі төсбелгісінің иегері, спорт саласының ардагері. жыл ішінде жетістікке жеткен үлестері үшін аудан әкімінің облыс хатымен марапатталатындар сахна төріне шақырылады. Сахна төріне Қазиев Қанат Оржанұлы шақырылады. Аудандық ветеринарлық станциясы директорының орынбасары. Жанова Дәлеубел Сержан қызы, Миялы ауылдық округі әкім аппаратының қызметкері. Еркін Асылхан Еркінұлы, Каспиан Ньюс телеарнасының операторы. Мәмбетұлы, Қоғам
Жаңбырбайұлы, қоғамның белсендісі. Әйгерім Бейбозқызы, Қызылқоға газетінің тілшісі, бүгінгі шараға сапарда болуына байланысты қатынаса алмауда. Барша марапатталушыларды естелік фотосуретке түсуге шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Ендеше 2023 жыл қорытындысы бойынша әр саланың үздіктерін марапаттауға кезек береміз. Ендеше салтанат төрінде үздік мемлекеттік қызметші номинациясының иегері. Аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Ақтаев Асқар Жаңбырбайұлын шақырамыз. Ақтаев Асқар Жаңбырбайұлы мемлекеттік қызмет саласының 2005 жылдан бері қызмет етіп келеді. Тоғызқұмалақ пешкер саласында және ересектер арасындағы спартакиаданың жеңімпазы. Ауыл спортының дамуына қосқан үлесі медалінің облыстық басқармалардан аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталған. Үздік спорт күресінің күміс жүлдегері. Чемпионатының 3-ші орын иегері, дайындаған шәкірттері жасөспірімдер арасында өткен Қазақстан чемпионатынан 2-ші, 3-ші орын иеленсе, жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында 1-ші, 2-ші, 3-ші орын иеленді. Құрмет, қошеметтеріңіз. Әділбеков Абылай Әділбекұлы, Ұлыбританияның Бирмингем қаласында өткен әлем ойыны. Сағыз ауылдық округінде орналасқан жартылай күндізгі стационарлық үлгідегі ұйымның күндіз болу бөлімшесінің дефектолог логопед маманы. Жөндеу және қызмет көрсету электромонтері Ешева Шегебайұлы марапатталады. 2008 Пошта байланыс торабының операторы Өтешева Надежда Ізбасарқызы марапатталады. 1989 жылдан бастап осы салада жұмыс жасайды. Нұры Есенбай Сәмекұлы, аудандық мәслихат депутаты ретінде жолдаған төмендегі сауалдардың шешімін тауып, Миялы Атырау Миялы бағытында автобус шығарылды. Сағыз Миялы автокөлік жолының екі жақ бетін бойлай өскен өсімдіктерден тазартылды. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министріне Ералы су торабы, Жаңқабай Бесес каналын кеңейтіп, тереңдету және батыс Тайсойған жер асты суы, Миялы құбыртарды туралы тұрғындар талабын жеткізіп, Қазақстан Республикасы энергетика министрі аудан тұрғындарының Тайсойған учаскесінен іздеу бауырлау жұмыстарын жүргізуге қарсылықтарын жеткізіп, 2023 жылдың 14 қарашасында Тайсойған ауылында қоғамдық тыңдау өткізген. Баршаларыңызға марапаттарыңызды. Аудандық орталық кітапхананың бірыңғай қорларды ұйымдастыру және пайдалану бөлімінің кітапханашысы Тайлыбекова Айкөргем Тайлыбекқызы марапатталады. Айкөргем Нияз Оспановаға арналған облыстық ән байқауында лауреат атанған. Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапхананың ұйымдастыруымен өткен Абай менің жүрегімде республикалық бейнерекс байқауда 3-ші орын, жолдың үздік жас кітапханашысы аудандық байқауының бас жүлдегері. Үздік өрт сөндіруші номинациясының иегері нөмірі 10-шы өрт сөндіру бөлімінде өрт сөндіруші Қанат Наурызбек Қанатұлы марапатталады. Құтқарушылар күніне орай адал қызмет үшін алғыс хатпен марапатталған. Үздік полиция номинациясының иегері Қызылқоға аудандық полиция бөлімінің әкімшілік полиция бөлімшесі бастығы Туркенов Ағниет Меңдіғалиұлы марапатталады. Ішкі істер органында қызмет атқару барысында мінсіз қызметі үшін
3-cü dərəcədə және 2-ci dərəcədə төс белгісімен Қазақстан Республикасының құрылғанына 25 және 30 жылдың мерекелік медалімен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің Атырау облыстық полиция департаменті және бөлім бастығының алғыс хаттарымен марапатталған. Үздік тәрбиеші номинациясының иегері Жасұлан Бөбекжай балалар бақшасының тәрбиешісі Тельманова Әсия қызы марапатталды. Республикалық шаңырақ бағдарламасында 3-ші орын, үздік панорамалық сабақ байқауында 1-ші орын, облыстық Қазақстан 2050 нұрлы болашақ озық әдістемелік идеялар салоны байқауында және облыстық авторлық бағдарламалар байқауында 3-ші орын иеленді. Облыстық педагогикалық оқуында құрмет грамотасымен жастар премиясында үздік тәрбиеші номинацияларымен марапатталған. Үздік теміржолшы номинациясының иегері Сағыз станциясына жылжымалы құрамды жөндеу слесарі Бектілеуов Қайырбек Тұрғанбайұлы сахна төріне шақырылады. Қозғалыс қауіпсіздігі үшін төс белгісімен және алғыс хаттармен марапатталған. Үздік мұнайшы номинациясының иегері Сағыз Петролиум компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұнай және газ өндіру операторы Нұралин Сержан Құрланұлы марапатталды. 2012 жылдан бастап осы салада жұмыс жасайды. Мұнай өндіру операторының 3-ші санатты маманы. Барша марапаттаушыларды естелік суретке түсуге шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Жүректен құттықтаймыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Adasıp var
Айбол номинациясының иегері, Қызылқоға аудандық халыққа қызмет көрсету бөлімінің жетекші маманы Жұмағалиева Ләйла Жетпісқызын сахна төріне шақырамыз. Ләйла Жетпісқызы филиал директорының алғыс хаттарымен идентификация бойынша үздік қызметкер номинациясымен марапатталған. Ауданымыздың үздік кәсіпкері номинациясының иегері сахна төріне кәсіпкер Құсанов Ақболат Сайынұлы шақырылады. Мектепке жол акциясы бойынша Ағылман Шөреков атындағы мектеп гимназиясы, Халил Досмағамбетұлы атындағы орта мектеп оқушыларының тұрақты демеушісі. Биылғы жылы мүмкіндігі шектеулі жандарға қаржылай көмек берген. Қызылқоға аудандық газетіне 10 отбасының жазылуына демеушілік жасады. Аудан халқын бойынша көлік жуу нысаны Ақсайын мейрамханасы арқылы қолжетімді бағада қызметтер ұсынуда. Қоғамдық кеңес үздігі номинациясының иегері Қызылқоға аудандық қоғамдық кеңес мүшесі Әбдіғали Жүсіп аталған Қазақстан Республикасы кәсіподақ ұйымының көк белгісінің иегері. Ауданымыздың үздік тілшісі номинациясының иегері облыстық Каспия Ньюс телеарнасының Қызылқоға ауданы бойынша тілшісі Хабидолла Гүлбаушан Нәдірқызы марапатталады. Ауданның күрес тіршілігін ауданымызда атқарып жатырған жұмыстарды қалың бұқараға сапалы әр уақытында жеткізуге қызмет етіп жүрген жас маман. Есеп сөзге шақырамыз, марапаттарыңыз құтты болсын.